Нұр-Сұлтан қаласы, номер 1 мектеп лицейі, әзірлеуші қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Искакова Зайра Сәбитбековна. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Қазақ тілі мен әдебиеті 5 сынып. 7 бөлім денсаулық зор байлық. Сабақтың тақырыбы фастфудтың зияны. Сабақ мақсаты күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазу. Бағалау критерийі күнделікті тұрмыстың тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсінеді. Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жазады. Оқушылар, мына суреттерге көңіл аударайық. Суретте берілген тағамдардың пайдасы мен зияны туралы диалог құру. Қайсысы пайдалы? Ойланып көрейік. Қымыз, қазы-қарта, жеміс-жидек. Ал енді қайсысы тағамдар зиян екен? Кока-кола, дұрыс айтасыңдар. Фри картобы және де донер. Сіздер диалог құрастырыңыздар. Болсаңыздар, тексеріп көрейік. Өзіңді тексер. Сәлем, Рашида. Сәлем, Айбархан. Қолыңдағы не? Бұл дөнер, өте дәмді. Біле білсең, фастфуд адам өміріне зиян. Сондықтан жемегенің жөн болады. Сен оны қайдан білесің? Оны маған дәрігер түсіндірді. Ет, жеміс, сүт тағамдары пайдалы. Рахмет, Рашида. Сен айтпасаң, мен білмес едім. Енді дұрыс тамақтанамын. Осындай диалог құрастырдыңдар деп сенемін. Келесі тапсырма. Бағалау критерийі. Мағынасына қарай болады, болмайды сөздерінің бірін таңдап сөйлемді толықтыру. Адамдарға фастфудты күнделікті тұтынуға ойланып көрейік. Мысалы, фастфуд денсаулықтың дұшпаны, шұғыл дайындалған тағамды жеуге дұрыс жауап бердіңдер деп ойлаймын. Тағы да уақыт беріледі. Ойланып көрейік. Болсаңыздар, тексерейік. Өзіңді тексер. Адамдарға фастфуд күнделікті тұтынуға болмайды. Фастфуд денсаулықтың дұшпаны болады. Шұғыл дайындалған тағамды жеуге болмайды. Оның құрамында хош иіс беруші заттар болады. Оның құрамында дәрумендер болмайды. Бір стақан коланың құрамында 5 қасық қант болады. Дұрыс. Әрі қарай. Келесі балалар, дәптерлеріңді ашып,
Жазылым тапсырманы орындаймыз. Бағалау критерий. 3 қатардағы сөздерді пайдаланып сөйлем құру. Алдарыңызда кестеде сөйлемдер берілген. Сондықтан ойланып жазып орындайық. Болсаңыздар, тексеріп көрейік. Тез бұзылатын тағамдар. Асқазан ауруы көбейді. Дұрыс тамақтану қажет. Тағамның сапасы төмен. Газдалған сусындар зиян. Сіздердің жауаптарың осы кестеге сәйкес келді деп ойлаймын. Онда болса, керемет. Ары қарай. Тест сауалнама. Алдарыңызда 5 сұрақ. Тест сұрақтарына дұрыс жауап беру. Бірінші сұрақ. Фастфуд сөзі қандай мағынаны білдіреді? А, Ә, Б, В. Дұрыс жауапты таңдаймыз. Екінші сұрақ. Неге фастфудты жиі жейді? Үшінші сұрақ. Фастфуд тағамдарын белгіле. Төртінші. Кока-кола зиянды сусын. Себебі? Жауабын тез таптыңдар деп ойлаймын. Бесінші сұрақ. Денсаулыққа пайдалы тағамдарды ата. Оны да тез табуға болады. Енді тексерейік. Фастфуд сөзі қандай мағынаны білдіреді? Дұрыс, Б жауабы. Тез дайындалатын тағам. Екінші сұрақ. Неге фастфудты жиі жейді? Жауабы Ә. Өте арзан тағам. Үшінші. Фастфуд тағамдарын белгіле. Б. Гамбургер, донер, попкорн. Төртінші. Кока-кола зиянды сусын. Себебі? Жауабы А. Қант мөлшері көп. Бесінші. Денсаулыққа пайдалы тағамдарды ата. Жауабы Б екен. Көкөніс, жеміс, ет, сүт тағамдары. Жарайсыңдар, оқушылар. Бүгін сабақта күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіндім. Эссе құрылымын сақтай отырып, адамды, табиғатты, белгілі бір оқиғаны сипаттап жаздым. Келесі қосымша тапсырма. Пайдалы тағамдар туралы әңгіме құрастыру. Сабақта алған мәлімет бойынша әңгіме құрастыра аласыздар деп сенемін. Сау болыңыздар. Рахмет.